Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Біз бүгін ірімшік қосылған сметанник жасаймыз. Шайға өте дәмді болады. Біз оған сметаннигімізға кез келген жаңағы жемістерді өзіңіз қоса берсеңіздер болады. Мен шиемен жасаймын бүгін. Оған бізге керек болады қамыр илеуімізге. Қамырымызға 50 грамм қант, сары май 150 грамм, 400 грамм ірімшік, ұн, жұмыртқа, бір жұмыртқа жаңа қамырына кетеді, 3 жұмыртқа біздің жаңа ішкі салмасына кетеді. Ұнымыз 300 грамм, және өздеріңіздің қалауларыңызша осындай жемістер қоса бересіздер. Сонымен қатар ұн қопсытқышымыз, крахмал, кукурузный крахмал және ванилиніміз керек болады. Сонымен қатар сметана керек болады. Қазір енді бастаймыз. Сіздерге қазір бәрін рет-ретімен көрсететін болам. Бірінші қазір қамырымыздан бастаймыз. Енді біз 300 грамм ұнымызды мындай ыдысымызға салып, осы ұнымыздың үстінен жаңа сары майымызды саламыз. Жақсылап енді қамырымызды жұмсақ қылып илейміз. Сары майымызды салдық. Осының үстінен жаңа бір шымшым тұзымызды саламыз кішкене. Сәл-сәл. Содан кейін ұн қопсытқышымызды саламыз. Бір қасық, кішкентай қасықпен бір қасық саламыз. 10 грамм болады. Неге ұн қопсытқышымызды салып аламыз осылай. Оның үстінен қантымызды саламыз. 50 грамм қантымыз бар. Енді бір жұмыртқамызды жарамыз. Осының барлығын жақсылап енді қамыр илейміз. Жұмсақ қылдырып. Барлығынан жақсылап араластырып қамырымызды илейміз осылай. Қамырымыз өте қатты болмау керек. Жұмсақ қылдырып жасайсыздар. Сары майымыз өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қандай май өздеріңізге ұнайды, сонымен қолдана бересіздер. Қолға жабыспайтын, жұмсақ, сондай қамыр болу керек. Қамырымызды илеп, жақсылап илеп болғаннан кейін тоңазытқышқа 20 минутқа, жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай осындай әдемі жұмсақ қамыр иленеді, қолға да жабыспайды. Осы қамырымызды жақсылап осылай илеп аласыздар да. Мінекей мынандай қамыр болады. Пакетке не болмаса пищевой пленкаға саласыздар. Мен мынандай пакетке саламындағы орап жақсылап тоңазытқышқа 20 минутқа қалдырамын. 20 минут, жарты сағатқа. Енді осы сметанниктің ішіндегі салмасына біз салмасын дайындаймыз. Және осының үстінен салатын жемісімізді, мына кукурузный крахмалдың бір 5-10 граммына араластырамыз. Артық ішіндегі сұйықтықты кетіру үшін. Қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер, қанша қосасыздар, ол өздеріңіздің еріктеріңіз бойынша. Міне осылай. Мен бүгін шие қосайын деп жатырмын. Сондықтан шиенің өздеріңіз білесіздер, соғы жақсы бөлінеді. Сол себептен оны жақсылап біз өстіп араластырамыз. Черника қосуға болады, клубника қосуға болады. Қалауларыңызша қарақат қосуға болады. Бірақ шиемен жасаймын мен бүгін. Осылай крахмалға жақсылап араластырасыздар. Жетпесе тағы да үстінен қоссаңыздар болады.
Жалпы менің есебім бойынша бір 10 грамм кетеді. Мына шиеден көп сұйықтық бөлінеді. Сондықтан да біз оны әрқайсысын былай жеке-жеке негізі крахмалға аунатып алғанымыз дұрыс. Бетінен салсаңыздар да болады, сметаниктің астынан да салып жіберуге болады. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңызша. Осылай бәрін крахмалға аунатып, дайындап қоямыз. Қазір ала салып, бәрін салғанға оңай болу үшін. Сәл-сәл тағы бетін кішкене сеп қояйын. Осылай. Енді сол жаңағы ірімшік қосылған сметанигіміздің жалпы өзін жасаймыз, енді салмасын. Енді міне шұңғыл ыдысымызға 400 грамм жаңағы кілегейіміз, сметанамыз салып алдық. Оның үстінен ірімшігімізді саламыз. Ірімшігіміз бұл жерде менде жирный. Оның жирнысын майлы дейміз ғой, майлы. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Мен бүгін майлы ірімшік маған бұйырды. Сондықтан майлы ірімшіктен жасап жатырмын. Түрі де өздеріңіз көріп тұрғандай сап-сары. Енді осының үстінен 150 грамм қантымызды құямыз. Қантымызды сіздер сахарный пудра қоссаңыздар да болады. Бірақ мен блендермен ірімшікті езетін болғандықтан кәдімгі сахарный пудра емес, қанттың өзін қосып жатырмын. Осының үстінен жұмыртқамызды жарамыз. Үш жұмыртқамызды жарамыз. Жұмыртқамызды жарып алдық. Сонымен қатар ванилин қосамыз. Мына жерде менде 1,5 грамм ванилин. 2 грамм қоссаңыздар да болады. Негізі мен алдында айтып өткен болатын пирог пісірген кезде. Жалпы мен осы ванилиннің осы түрі маған ұнайды. Бәрі өлшеніп, прям барлық жақсы келеді бәріне. Осылай 1,5 грамм ванилинді қосып аламыздағы барлығын жақсылап араластырамыз. Және осы массаның үстінен 60 грамм кукурузный крахмал қосамыз. Мінекей, кукурузный крахмалымызды қосып алдық 60 грамм. Енді осы дайын болған барлық қоспаларды жақсылап блендердің көмегімен езіп шығарамыз. Барлығын жақсылап езіп алдық. Енді осы дайын массаны қазір қамырымыздың үстінен құямыз. Міне табамызды майлап алдық. Одан кейін оның үстінен жаңағы дайын қамырымызды былай әдемілеп барлық біркелкі қылып жайып шығамыз. Қамырымызды жақсылап жаймалап алдық. Енді осының үстінен дайын массаны құямыз. Біркелкі қылып. Барлығын жақсылап біркелкі қылып құйып алдық. Осы құйылған массаның үстінен жаңағы жемісімізді, крахмалға аунатқан жемісімізді ақырындап тізіп шығамыз. Өз қалауларыңызша қай жерге қойларыңыз келсе, сол жерге қоясыздар. Астынан да жіберуге болады, үстінен де осылай салуға болады. Сұйықтығы көп бөлінетін жемістерді осылай кукурузный крахмалға аунатып алғандарыңыз тиімді болады. Мінекей барлығын жақсылап әдемілеп тізіп алдық шиемізді. Сонымен міне дайын болған осы сметанигімізді, ірімшік қосылған, қазір 170 градустағы қызып тұрған пешке 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне осымен біздің
жасаған ірімшік қосқан сметанигіміз дайын болды. Творожный сметаник дейміз. Өте әдемі болып пісті. Қазір енді кесіп көреміз. Не өздеріңіз көріп тұрғандай, сондай әдемі болып пісті. Өте дәмді. Жұмсақ. Айтамыз ғой, нежный деп. Дәмді сондай жұп-жұмсақ, ауыздарыңызда ериді. Сонда жасап көріңіздер. Өте керемет дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, осы рецептпен жасап, алдағы уақытта да барлық менің салатын рецепттерімнен құр қалғыларыңыз келмесе, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, маған қолдау көрсетіп кетулеріңізді сұраймын.